қамал алатын нелер ме сұрап отырсың ба сен? Қамал алатын қарулар Иә, орта ғасырлық. Енді мына орта ғасырлық тарихы үлкен көшпелер империясының құрылуымен ерекшеленеді ғой. Ол империяларды құру үшін жаңа көшпелі халықтар қаншама жаңа отырықшы халықтардың қалаларын, қамалдарын алды. Соны алу үшін міндетті түрде соны алуға қолданылатын қарулар болу керек еді. Мына көшпелі халықтардың бір ерекшелігі олар өздерінде қару-жарақты дамытып қана қоймай, басқа елдердегі қару-жарақтың жаңа дамыған түрлерін алып қолдана білді. Сол сияқты мына отырықшы қамалдарды, халықтың қамалдарын, қалаларын алатын қамал атқыш, тас атқыш машиналарды, соны қорғайтын машиналарды жасап, олар мына Қытайдың жетістігіне сүйенді. Мысалы, Моңғолды шапқыншылығы кезінде арабтардың осы қамал алғыш машиналардың түрлерін қолдана бастады. Сондықтан осындай түрлерді қолданды. Оның мысалы ең бірінші түрі айтатын болсақ, ол манжаник деген. Ол енді мұны жаңағы гравитационный дейді, не болмаса противовесный дейді. Орысында терминмен айтқанда, жаңағы ауыр салмақтың күшімен жаңағы тас бекітілген иінмен тасы лақтыратын қамал атқыш машина. Екіншісі жаңағы натяжной дейді, онда адамның күшін қолданатын тас атқыш машиналар. Онда жаңағы бірнеше адамдар жіптен тартып, жаңағы тас байланған иінді лақтырып, сонымен тастарды ататын болған. Үшінші түрі қолданған, ол мынау шер деп атайды, шығыстың терминасымен. Анау жаңағы бірінші түрі манжаник, екінші түрі наррада дейді. Мынаны шер дейді. Бұл ал еуропалық терминологиямен алсақ аркбаллиста, яғни үлкен садақ деген мағынаны білдіреді. Сонымен жаңағы неше түрлі тастарды қамалдарға атқылаған, анандай тұтатқыш, жанғыш нелерді, құмыраларды лақтырған, сонымен бірге үлкен садақтың оқтарын, жебелерді да қолданған, соны атқылаған. Сондай үш түрлері негізінен қолданған. Мына соңғы түрін ең бірінші көшпелі халықтарда қолданған ол мына қыпшақтар. Орыстардың жылнамаларында айтылады ол туралы. Ал екі түрін, бірінші, екінші түрлерін ол Моңғол жаугершілігі кезінде қолданды. Моңғолдың әскерінде, сосын Алтын Орданың жошылышын, Алтын Орданың жаулап алатын жаңағы жорықтарында қолданылды.